Сәлем балалар, 3 сынып қазақ тілі 31 сабақ 47-50 жаттығулар. 47 жаттығу. Өлеңді мәнерлеп оқы. Ғылым жолын таңдаған, мұратынан танбаған, қараңғыда халқына жарық іздеп талмаған. Сан өлкені барлаған, тарих төрін шарлаған, ақылы мен білімін туған елге арнаған. Өлеңнің авторы Несіпбек Айтов. Шоқан туралы не білесің? Шоқан 1835 жылы Қостанай облысы Сарыкөл ауданы Құсмұрын жерінде дүниеге келген. Оның шын есімі Мұхаммед Ханафия. Оны әжесі Шоқаным деп еркелетіп айтуымен Шоқан атанып кеткен. Келесі сұрақ. Х әрпі бар сөздерді теріп жаз. Бұл сөздер халқына, тарих сөздері болатын. Келесі сұрақ. Өлеңнен өзіне мағынасы түсініксіз сөздер тауып көр. Сол сөздердің мағынасын түсіндірме сөздіктен біліп ал. Тарих. Адамзат баласының өткенін зерттейтін қоғамдық ғылым болып табылады. 48 жаттығу. Мақалдарды жатқа жаз. Бірінші мақал. Халықтың ортақ үйі отаны. Екінші мақал. Қаһарлы ел қамал бұзады. Мақалдардың мәнін түсініп айт. Бірінші мақал. Халықтың ортақ үйі отаны. Халық ол бір топ, ұйым. Ол халықтың ортақ үйі отаны болып табылады. Қаһарлы ел қамал бұзады. Қаһарлы ол ашулы. Ашулы ел қамалын да бұзып өтеді деген сөз. Яғни ел ол үлкен күш болып саналады. 49 жаттығу. Суреттерге қара. Кітапханадан кітапты қандай жолмен табасың? Кітап авторларының көрсеткішін пайдаланасың ба? Бірлесіп талқылап көріңдер. Кітапханаға барған кезде, онда кітапханашы болады. Кітапханашы қазіргі уақытта кітаптардың атын алфавиттік әріптермен реттеп сөрелерге қояды. Яғни кітапты алфавиттік аттармен реттілікпен тауып алуға болады. Немесе қазіргі дамыған уақытта кітаптардың барлығы электронды жүйеге сәйкестендіріп отырғызылған. Осы компьютерлер арқылы іздеген кітабыңды тауып алуға болады. Кітап авторларының көрсеткішін пайдаланамыз. Өйткені бұл кітапты кім жазғаны туралы біліп алуымыз қажет. 50 жаттығу. Жаңылтпашты жатқа жаз. Хакім хат ашып отыр. Хат ашып шатасып отыр. Жаңылтпаштың авторы Бейсебай Кіріспайұлы. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Бүгінгі сабақ түсінікті болса, видеоға лайк басыңдар. Және де осы каналға тіркеліп алыңдар.